Сіздің қантыңыз қазір жоғары болып тұр. Бұрыннан қантыңыз жоғары ма? Бұрын тексерілмедіңіз, иә? Ал артық салмақ неше уақыттан бері мазалайды? Кішкентай кезіңізден артық салмақ мазалайды. Қазір жаңа өлшегенде салмақ неше болды? 94 болды, иә? Бұрын қант тексеріп көрмедіңіз, иә? Осы щитовидка бойынша анализ тапсырып жүре бердіңіз, бірақ артық салмаққа мән бермедіңіз, иә? Солай түсіндім. Енді қараңыз, сіздің анализіңізде сахарыңыз қазір жоғары болып тұр. Венадан тапсырған кезде таңертең аш қаранға 6-да 1-ге дейін, ал сізде 6-да 7 болып тұр. Біз міндетті түрде бұны анықтау үшін гликализированный гемоглобин деген анализді тапсыруымыз керек. Және қазір сізде бауырдың ферменттері өте жоғары. Бауырдың УЗИде бауырды май басқан. Мысалы, АЛТ нормада 40-қа дейін болу керек болса, сізде 217, яғни сізде 5 есе жоғары. АСТ тоже сондай өте жоғары. Сондықтан біз міндетті түрде қазір емді бастауымыз керек.